Бізге қажетті заттар мұнда. Ыдысыма ұнымды салып алдым, үстінен майымды салдым. Қант қажет болады, разрыхитель және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен майымыз бен ұнымызды екеуін жақсылап араластырып крошка жасаймыз. Дәл осы видеода көрсетілгенде жасай берсеңіздер болады сіздерде. Осылай қолдарыңызға бір-біріне жақсылап үйкелейсіздер. Мен сияқты. Міне қараңыздар, дәл осындай үгітілмелі қамыр пайда болады. Дәл осындай консистенцияға келгенге дейін қолдарыңызбен үгітесіз. Ал енді үстінен дайындап алған қантымызды саламыз. Разрыхителімізді саламыз. Және де бір жұмыртқамызды саламыз. Және де осыларды жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны алып, салфанға салып, кішкене холодильникке қоя тұрамыз. Ал ол аралықта біз ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Ал мұнда сметанигіміздің ішіне салатын начинкаларын дайындап аламыз. Мен мұнда қаймақ, қант және де жұмыртқасын салып дайындап қойдым. Және де ванилин қоссаңыздар да болады ішіне. Енді осыларды жақсылап араластыратын боламын. Міне достар, біздің сметанамыз, жұмыртқамыз, қантымыз араласты. Барынша қантты ерігенше араластыруға тырысыңыздар, немесе сахарная пудра қоссаңыздар да болады, сонда қанттарыңыз тез ериді. Осындай сұйық болып тұрады начинкасы. Міне табамыздың үстіне осылай пергамент қағазымызды қоямыз. Мен сіздерге осындай 4 бұрышты формамен пісіруді көрсетейін деп жатырмын. Көп блогерлерді қарадым, олар барлығы дөңгелек формамен жасайды екен. Мен ерекше болсын деп осындай 4 бұрышты форманы таңдадым. Міне осылай қоямын. Жаңағы дайындап алған қамырымызды холодильниктен аламыз. Және де қазір осы қамырымызды осы 4 бұрышты формамыздың ішіне жайып шығатын боламыз. Бұл уақыт аралығында сіздер пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Пештеріңізді 180 градусқа қыздыра бересіздер. Және үстіп мен сияқты шеттерін шығарасыздар. Видеоны толық көретін болсаңыздар, барлығы түсінікті деп ойлаймын, айтпаса да барлығын іс-қимылмен көрсетіп отырмын. Және шанышқының көмегімен кішкене шеттерін шығарамыз. Қамырымыздың асты көтеріліп кетпес үшін осылай вилкамен тесіп шығасыздар. Ал енді жаңа дайындап алған начинкамызды осы қамырымыздың үстінен саламыз.
Міне біз қызып тұрған пешімізге 45-50 минут аралығында пісіріп алатын боламыз сметанигімізді. Міне біздің сметанигіміз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Қазір ыстық болып тұр, пештен жаңа шыққандықтан. Мен терезенің алдына тез суы үшін қойып қойдым. Суығаннан кейін ғана барып кесесіздер, сонда формасын жақсы ұстап, әдемі болып кесілетін болады. Міне біздің сметанигіміз дайын болды. Енді бұны формасынан шешіп аламыз. Ол үшін осылай шеттерін пышақтың көмегімен кесіп, формасынан босатып аламыз. Міне қараңыздар, формасынан босаттық. Онда суыды біздің сметанигіміз, өте әдемі болып шықты. Дастарханға кесіп қойғанға да осындай 4 бұрышты формадағы сметаниктер өте ыңғайлы болып келеді. Ал енді менде осындай торттан артылған крем бар, сонымен бетін сәндейтін боламын. Сіздерде дәл осындай кремді жасап көргілеріңіз келсе, мен описание бөлімінде сілтемесін қалдырып кетемін. Сіздерде жасап көрсеңіздер, жасап осылай сметаниктің бетіне жақсаңыздар болады қалауларыңыз бойынша. Немесе осылай да өте әдемі көрінеді. Міне қараңыздар, сіздер де осылай сәндесеңіздер болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ал енді кесіп көрсететін боламын сіздерге. Бір шетінен кесейік. Не қараңыздар, біздің сметанигіміз дәл осылай шығады. Қараңыздар, ортасы толық піскен мұнда. Міне формасын жақсы ұстап тұр сметанигіміз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызды дәл осы рецептпен қуантсаңыздар болады.